Сәлеметсіздер ме 8-ші сынып оқушылары? Бүгін сендермен квадратты бір және иррационал өрнек тақырыбы бойынша БЖБ-ны қарастырамыз. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Бұл БЖБ-да екі нұсқа берілген, екі нұсқада да 5-5 есептен. Бірінші есепте иррационал сандарды теріп жазыңдар дейді. Иррационал сандар дегеніміз ол түбірмен берілетін сандар, яғни түбірасты 2, түбірасты 36 және 3 түбірасты 5 қосылған түбірастында 3 деген сандарымыздың барлық иррационал сандар екен, ал қалған сандар иррационал сандарға жатпайды. Екінші есепте мұндағы берілген сандар арасында орналасатындай етіп тізбектей екі бүтін санды табыңдар дейді. Бірінші, түбірасты 11 саны ол түбірасты 16-дан кіші, бірақ түбірасты 9-дан үлкен. 9-дан 3 шығады, 16-дан 4 шығады. Сонда біздегі екі бүтін санымыз ол 3 және 4 екен. Келесі басында түбірасты 48 саны. 48 саны ол түбірасты 49-дан кіші, бірақ түбірасты 36-дан үлкен. 36-дан бізде 6 шығады, 49-дан 7 шығады. Сонда тізбекте екі бүтін санымыз 6 және 7 сандар екен. Келесі үшінші есебімізде бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан арылып өрнекті ықшамдан іздейді. Біріншісінде мұнда бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан құтылуымыз үшін сол бөлшектің бөліміндегі тұрған санды көбейтеміз, яғни алымында бөлімінде түбірасты 3-ке көбейтеміз. Сонда алымы 2 көбейтілген 3 болады, 6 бөлімі 3 болады. Сонда 3-теріміз қысқарып кетіп 2 деген жауап қалады. Екінші есебімізде 5 бөлінген түбірасты 2 саны ғой. Бұл жерде бөліміндегі иррационалдықтан құтылу үшін алымында бөлімінде түбірасты 2-ке көбейтеміз. Сонда 5 түбірасты 2 бөлінген 2 деген жауап болады. Және де үшіншісінде 3 плюс а бөлінген түбірасты а, алымында бөлімде түбірасты аға көбейтеміз. Сонда 3 плюс а көбейтілген түбірасты а бөлімінде а деген жауап қалады. Келесі төртінші есебімізде өрнектің мәнін табыңыз дейді. Өрнектің мәнін табу үшін біз шақшаны ашуымыз керек. Шақшаны ашатын болсақ, шақшаның ішіндегі мәнге шақшаның сыртындағы мән көбейтіледі. Сонда 6 түбірасты 3 көбейтілген түбірасты 3, азайтылған 3 түбірасты 2 көбейтілген түбірасты 3 плюс түбірасты 54. Мұнда түбірасты 3-теріміз көбейтіліп 3 болады, 6 көбейтілген 3, ал 2 менен 3 түбірдің астына екеуі бірге бірігіп кетсе 2 көбейтілген 3 болады, ал 54-ті 9 көбейтілген 6 деп жазсақ болады. 6 мен 3 көбейтіліп 18 болады. Мұнда 3 түбірасты 6 болады және 9-дан түбірден бізде 3 шығады да 3 түбірасты 6-лар қысқарып кетеді. Сонда жауап 18 қалады. Соңғы бесіншісінде салыстырыңдар дейді. Біріншісінде 7 түбірасты 3 дегеніміз ол түбір сыртында тұрған 7-ні түбірге енгізген кезде 7-нің квадраты, яғни 49 көбейту 3 болады. Ол дегеніміз түбірасты 147-ге тең. Ал екіншісі 6 түбірасты 5 дегеніміз 36 көбейту 5, яғни 180. 180 саны 147-тен үлкен болғандықтан 6 түбірасты 5 санымыз 7 түбірасты 3 санынан үлкен болады. Екіншісінде 25 саны тұра береді түбірдің астында, ал 5 түбірасты 2-ні бір түбірге жазғанда 25 көбейту 2, яғни 50 25-тен үлкен болғандықтан екінші амалымыз үлкен болады. Ал енді екінші нұсқаның есептерін қарастырайық. Бұл жерде де иррационал сандар теріп жазыңдар дейді. Мұндағы иррационал сандарымыз түбірасты 49, түбірасты 25, 2 түбірасты 2 қосылған түбірасты 5 сандары. Қалғандары иррационал санға жатпайды. Екінші есебімізде түбірасты 6 саны түбірасты 9-дан кіші, бірақ түбірасты 4-тен үлкен болғандықтан мұнда тізбектегі екі бүтін санымыз 2 және 3 болады. Келесі 122 санымыз 121-ден үлкен түбірасында және түбірасында 144-тен кіші, яғни 11 менен 12 деген бізде екі бүтін тізбектес сан шығады. Үшінші есебімізде бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан құтылыңдар дейді. Бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан құтылу үшін алымында бөлімінде түбірасты 2-ке көбейтеміз. Сонда бізде 3 түбірасты 10 бөлінген 2 деген жауап қалады. Екіншісінде 7 бөлінген түбірасты 5. Бұл жерде алымында бөлімде түбірасты 5-ке көбейтеміз. Сонда 7 түбірасты 5 бөлінген 5 болады. Үшіншісінде 6 плюс b бөлінген түбірасты b, яғни түбірасты b-ға көбейтеміз алымында бөлімінде. Сонда 6 плюс b түбірасты b бөлімінде b деген жауап болады. Төртінші есебімізде өрнектің мәнін табыңыз дейді. Жақшаны ашамыз. Жақшаны ашатын болсақ, ішіндегі мән сыртындағы мәнге көбейтіледі. Сонда 7 көбейтілген 5, азайтылған 2 түбірасты 10, мұнда 40 дегеніміз 4 көбейту 10 деп жазсақ болады. Сонда 7 мен 5 көбейтіліп 35 болады, азайтылған 2 түбірасты 10, 4-тен түбірден 2 шығады, 2 түбірасты 10 болады, олар қысқарып кетеді. Сонда жауап 35 деген жауап қалады екен. Соңғы бесіншісінде салыстырыңдар. 5 түбірасты 7 дегеніміз 25 көбейтілген 7, ал 6 түбірасты 2 дегеніміз 36 көбейту 2. 25 пен 7 көбейтсек түбірасында 175, ал 36 мен 2 көбейтетін болсақ түбірасты
72, яғни 175 саны 72-ден үлкен болады. Келесі екіншісінде 9 көбейтілген 15, 16 көбейтілген 2, ол дегеніміз түбірасында 135 пенен түбірасында 32 сандары, ал 135 32-ден үлкен болады. Соңына дейін көріп тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.